Қыздар, заказды трек-кодпен бақылауды көрсетейін. Кез келген мен берген заказдар, носкилерді товарға кіреміз. Астында трек-код тұрады, соның қасында копировать етуді тұр, соны басамыз да мына жерге копировать ставить етеміз. Ставить десе шығады, и носки деп атын жазып қоямыз. Мына жерден статусын көреміз. Отправили дейді, яғни Қытайдан отправили. Тағы да мысалға көрейік, пижамамды кірем, бірінші емес, астында тұрғанға кіріп, номерлар тұр ғой, соның жанынан басып копировать етіп, трек-кодты мына жерге вставить дейміз. Добавить трек-код, вставить. Пижама дедім мен, сонымен мына жерден қараймыз. Тоже пижама менің отправлено, егер ожидаем болса, ожидаем болып тұрады, отправлено болса, отправлено болып тұрады. На колготкиді көрейік тоже. Сол жақта Қытайдағы каргоға жіберсе, ожидаем болып тұрады. Егер алса, получили болады. Отправили болса, Қытайдан отправили деген сөз. Ал мына жақта завершено болса, тіпті уже Қазақстанда заказыңыз сканирует етіліп, завершено деген сөз. Міне осылай трек-кодты добавить етіп, астына атын қойып, қарап отырасыздар. Осы жерден қандай этапта екен заказды көруге болады.